Саламатсыздар, Веда компания. Мына кыз менің племянницам болады. Нұқыс шаһарында тұрады. Осы қыздың менің өзімнің ағамның жаңағы стилькадан алған результатын айтып береді. Ассалаумалейкум. Веда компаниясының партнерлары. Менің әкем осы сахардан, жүректен ауырып, қадімгі больницаға түсіп қалды. Санчас больницасына. Сөйтіп врачлар әкете берің, енді азанға ешкім под вопрос тірі қалу деп ініме айтады. Соңымен мен оны алдырған жоқпан, больницада, не болса да больницада болсын дедім. Маған бір достым сол стирканы айтып мақтап жүргеді. Кей аяғыңа өзім биыл ауырай бердім, бір жылдан бері клиникс болдым, операция болдым. Сол затты кисең жақсы болса, мен расын айтқанда сенген жоқпан ол затқа. Сонымен жаңағы папамды әкет дегеннен кейін сол стилкама соны кигізіп көрейін деп достымнан алдым. Сөйтіп врачларға айтқан жоқпын. Врачларға айтпаған халда кеште кигіздім. 4 күннен бері симеген папам после обед ертеңіне сиді. Оны врачлар андай не? Мужизар үйбе. Яқ, ұлма. Мужской жағына сымларды тығып, не зат? Кататарларды салып, неғылса да системасы да сиген жоқ. Әуелі Алла қала берсе осы стелкінің арқасында сиді. Соның менен обедтен кейін 4-5 рет сигенен врачларым хайран қалады. Бір күн бұрын жаңағыдай УЗИ-ларға неге түсірсе, жүрегі 30+, миға қан бармай тұрыпты, 98% өтпей тұрыпты, 11% өтіп тұрыпты, ұлма бауыры, бөтеке отказ беріп, жүрек тек 30+ ұрып тұрады. Соңынан ертеңіне после обед қараса, уже папамда кіттай азырақ өзгеріс пайда болады, врачлар хайран қалады, бұғалай деп. Мен бірақ врачларға айтпадым, сондай зат кидірдім деп. Мен інім айтады, давай, папаңды бір көрейік, УЗИ-ға түсіріп десе, баяғы 30+ ұрып тұрған жүрегі 60+ ұрады, 4-5 мәрте сиеді. 3 күннен кейін баяғы ет сат жемеген папам уже өледі, әкете берін деген папам ауқат сұрайды. Маған сорпа не надо, только қой ауқат берің, ашып батырпан деп. Сөйтіп содан әуелі Аллах қазір жақсы, 15 декабрьдің тяжелый болып түсіп еді. Қазір Құдайға шүкір жүріпті, жүр алғайған жоға. Сөйтіп кеше барсам, маған рахмет деп атырды папам. Уже менде мынандай жүрегім хәлсізденіп, демім қысып қалатын еді, іштерімде ісік бар еді, бәрі қайтты, аяғымда ісік бар еді. Қазір отличныман деп атырды. Бетлері қап-қара болып тұратын, черный жердей болып. Қазір бетлері қып-қызыл, жас адамның бетіндей болып жылтырап тұрды да. Кейін мама очкиін әпердім. Мен мамамның көзі 2 операция болды, содан бұлай қарап, ауырай береді дейді да, жаңағыны тоймасқа. Ішінде сөк бардай болып деп, мынадай қыла берем, сөк түйіршікіне тіреліп. Қазір мамамның кигені де очкиді 1 айдан өтті. Кеше барсам очки зор деп атыр. Көзімнің ауырғаны қойды, басымның ауырғаны, давлениесі высокий болып кетеді, 200-ден өтті. Давлениесі нормаға түсті. Сонымен мен Веда компанияның затларына, продукцияларына мың рахмет айтамын. Мен чайын іштім өзім. Өтекем постоянно захар болып ашып жүретін еді, 1 ай іштім. Қазір жақсыман, мың қатты шүкір. Рахмет, Ведадан кәмізет алып іше берің зор. Мына мен екінші күні, міне, пожалуйста, очкиді как всегда тағат. Қазір жұмыс орнында отырып, міне чайды ішіп отырып. Осы менің бауырларым.